Армысыздар ағайын, эфирде Алқа қоғамдық саяси телеклубы Алқа алаңында бүгін вакцинация мәселесін көтергелі отырмыз. Вакцинадан ата-ана неге бас тартуда? Адам ағзасына вакцинаның әсері немесе пайдасы қандай? Адам вакцинасыз өмір сүре ала ма? 20 ғасырда әлем тұрғындары ойланбай салдырған вакцинадан 21 ғасыр адамдары неге шошыды? Бұл сауалдар қазір көптеген елдердің бас ауруына айналып отыр. Бізде ше? Біздің арнадан алыстамаңыз ағайын. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келіпсіздер дейміз. Енді хабарды бастамас бұрын біз әдеттегідей өздеріңізді көрермендерге таныстырып өтеміз. Бірінші қонағымыз Бибизат Малиқызы Бермаханова, дәрігер-иммунолог. Екінші қонағымыз Раушан Манатқызы, нөмірі 6-шы емхананың бөлім меңгерушісі. Ыдырысова Әлия Нұрмағанбетқызы, облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің бөлім басшысы. Енді жаңа жоғарыда әңгімені байқадыңыздар, жалпы осы соңғы жылдары біздің ғана еліміз емес, көрші мемлекеттерде де осы вакцинадан бас тартудың көріністері жиі орын алып отыр. Оның ішінде өзіміздің елімізде де орын алды. Вакцина салдырғаннан кейін балалардың көтере алмауы, дене қызуының өте жоғары көтерілуі, аллергия беру деген сияқты, тіптен ДЦП-ға ұшырап қалған сәбилерде болды. Осы нәрселер бүгінгі күні тұрғындарды қатты алаңдатып отыр десек, біз қателеспейміз. Вакцинация туралы әңгімеден бұрын біз тарихына тоқталсақ. Жалпы вакцинация деген не? Вакцина деген не? Бұл адамзат баласына денесіне егу үшін қашан пайда болды? Тарихынан бастайық әңгімені. Қайсыңыз бастайсыздар? Жалпы вакцинаның 60 жылдық тарихы бар. 1978 жылы ең алғаш рет натуральный оспа дейді ғой, вакцинасы өндіріліп шығарылып, сол жаңағы натуральный оспаны жоюға көмектескен Луи Пастер деген ғалым тауып шығарған. Бұл жаңа сіз айтып жатсыз, вакцина дегеніміздің өзі бұл жұқпалы ауруларды тудыратын микроорганизмдерінен немесе олардың өмірлік циклдерінен құралатын, солардың алынған препарат жасалған сол микроорганизмдерінің өзінен. Яғни ол вакцинаның құрамында бұл қоздырғыштардың әлсіздетілген немесе өлтіріліп, сөйтіп енгізіледі, құрамында болады. Бұл вакцина енгеннен кейін ағзаға ауырмаса да, бірақ ауырған секілді ағзада өзгеріс тудырады. Яғни, мысалы, адамзат прививкасын алмаса да, алмай мысалы жүріп, жұқтырып, жұқпалы ауруларын ауырғаннан кейін тұрақты иммунитет қалыптасу да мүмкін. Оны ешкім жоққа шығармайды. Көптеген жұқпалы аурулардан кейін иммунитет қалыптасады. Өмір бақи қайталанып ауырмайтындай. Бірақ бұл ауырып иммунитет қалыптастырғанша, ол аурудың қалай түрі өтеді? Ол ауыр түрде өтуі мүмкін, өлім жағдайға дейін апаруы мүмкін. Әр ағза әртүрлі неғылады, өтеді аурудың несі деңгейі. Яғни бұл вакцинаны енгізгеннен кейін, бұл жаңа айтып кеттім, ағзада өзгеріске ұшырайды. Яғни ауырмаған, бірақ ауру этапы өтіп жатқандай өзгерістер, яғни жаңағы сәл температурасы көтерілуі мүмкін, сәл прививка жүргізген жерде қызыл покраснение болуы мүмкін. Ол қалыпты егуден кейінгі көрініс болып жатады. Көп жағдайда ата-аналар арасында түсініспеушілік орын алады. Егуден кейін бала мазасызданды, жаңағы ауырды, температурасы көтерілді деп. Бұл жерде біз айтуымыз керек, прививканы біз сау денеге, сау адамға салу керекпіз. Бұл жерде дәрігерлер егу алдында медициналық тексеру өткізеді. Денсаулығына, ата-анасынан сұрайды, алдындағы прививкаға қандай не болды, алай әсер етті, соның бәрін анамнызын жинап болғаннан кейін барып, арнайы тексеруден өткеннен кейін барып, прививка жүргізуге рұқсат беріледі. Бүгінгі таңда ата-аналардың келісімін алып, жазбаша түрде келісімін алып отырамыз. Енді егуден кейінгі жаңағы айтып кеттім, көріністер ол болу қалыпты жағдай. Ол мыңдаған адамдарда ішінде 1-2 саран кездесуі мүмкін. Ол үйтіп неғылып түсініспеушілік тудыруды қажет етпейді. Сіздердің ойларыңыз? Енді вакцина егілгеннен кейін, жаңа айтылған әңгімеге байланысты, денеде әртүрлі құбылыстар болады. Біздің қорқатынымыз асқынулардан қорқамыз. Негізінде
вакцина жасалатын кезде міндетті түрде дәрігердің қарауында болып, жаңағыда айтқандай анамнез сұралып, балада сосын барып жасалу керек. Және жасалғаннан кейін сол емханада жарты сағат отырады бала, қалай өтті балада егу жұмыстары, соны көреді. Содан кейін барып өзі вакциналар екіге бөлінеді. Тірі вакциналар және инактивті вакциналар деген. Инактивті вакцина деген ол белсенділігі жойылған вакциналар. Олар жаңағы біздің салатын вакцина. Тірі вакциналар ол да өзі тірі вакциналар болады. Сондай белсенділігі жойылған вакциналар, мысалы 3 күн қатарынан дәрігердің ямысы Аяжанның бақылауында болу керек бала. Сондан кейін, егер ешқандай реакция болмаса, бала арман қарай наблюдениеде болмайды. Ал жаңағыдай тірі вакциналарды жүргізгеннен кейін, мысалы тірі вакциналарға біздің кәдімгі күнделікті салып атқан қызылшаға қарсы, қызамыққа қарсы, паротитке қарсы вакциналарымызды 5-6 күндері және 10-11 күндері белсенді түрде біз бақылау жасаймыз. Сол период өткеннен кейін балада ештеңе болмаса, бұл екпе жұмысы жақсы аяқталды деп естуге болады. Кейбір ата-аналар егілгеннен кейін, мысалы, енді бала далаға шығып емханаға барғаннан кейін, онда әртүрлі вирусный инфекция бар көп қазір. Ауру баламен контакте болуы мүмкін одновременно да екпеге барған кезде. Сондықтан да екпе жұмысын жасағаннан кейін балада вирусты инфекция басталуы мүмкін. Сондықтан да кейде егілгеннен кейін 3-4 күннен кейін температура нетсе, онда біздің ата-аналар мынау егілгеннен кейін сол вакцинаға болды деген жаңылыс пікірлер пайда болады. Негізінде вакцина алып, уақытылы алып тұрған дұрыс. Енді мен осы емханада өзім 40 жылдай жұмыс істедім. Мен енді вакцинаға болған асқынуларды кездестірген жоқпыз енді, бірақ әрбір вакцинадан кейін нұсқауына байланысты өзінің жаңағыдай құбылыстар болады. Балада температура болуы мүмкін 38-ге дейін, дереу бөртпелер шамалы пайда болуы мүмкін да, сып дейміз ғой жаңағы. Сосын мазасыз болуы мүмкін. Егілген балаға ата-ана міндетті түрде 3-4 күн бойы жақсы қарау керек. Оның тамағын жаңағыдай көбірек тамақ бермеу керек, жылы болу керек бала, бір жаққа апармау керек. Біз ата-аналарға сондай кеңес береміз жасағаннан кейін міндетті түрде, өйткені вакцина егілгеннен кейін оны ауруын сол вакцинаға жаңағы болдырмау нетпеу үшін, жаңағы сондан болды деп айтпау үшін. Ал вакцина егілгеннен кейін біз осы өзіміздің приказымыз бар, 190 деген, сол приказда айтылған. Егілгеннен кейін баланың денесі ауруы мүмкін. Сол вакцинаға енді денеде сол ауруға қарсы иммунитет пайда болады ғой. Соған байланысты балада жаңағыдай денесінің ауруы, ямаса ыстығының көтерілуі мүмкін. Соған байланысты біз 3 күн бойы парацетамол беретінін айтамыз, кеңес береміз. 3 мезгіл жаңағы кейбір құбылыстардың, асқынулардың алдын алу үшін. Енді біз екпе жұмыстарын жасағанда біз қауіпсіз иммундау деген бізде сөз бар. Қауіпсіз иммундау деген ол не? Иммундау жұмыстарын жүргізген кезде бізде соған байланысты санитарлық қағидалар бар. Біз егу жұмыстарын жүргізген кезде міндетті түрде баланың егу кабинеті болу керек. Ол жабдықталған сол бұйрыққа байланысты. Сосын екінші вакцина. Біз вакцинаны ойлайды халықта, енді бізде араласамыз, сөйлесеміз, сондай кезде өтпей қалған, сұрау өтіп кеткен, вакцинаны алып келіпті деген әңгімелер болады арасында, жаңа ата-аналардың арасында. Ондай сұрау өтіп кеткен вакцина еш уақытта біздің үкіметіміз алмайды. Ол қанша қаржы жұмсап алғаннан кейін, қанша жерден биологиялық, генетикалық зерттеулерден өткен, басқа да елдерде жасалынған вакцинаны сатып алады. Сондықтан вакцина салған кезде де, мысалы, вакцинаның жеткізу жаңаға шыққан жерден бастап балаға салынам дегенше бір температурада тұру режимде. Оның сақталу мерзімі, одан кейін оны жасаудың қай жерге жасау керек, қандай әдіспен жасау керек, соның бәрі дұрыс болса, қауіпсіз иммундау болады. Және жасаған кезде біз кез келген медицина қызметкер жасамайды. Оны міндетті түрде оқылған арнайы, білімі дұрыс, ұқыпты қыздар болады ғой, аяжандар, соған ғана тапсырылады. Ол жыл сайын аттестациядан өтіп теоретический, практический неден жаңағыдай экзамен тапсырады. Сол ғана арман қарай жалғастырады. Тағы да дені сау бала болу керек. Мейлі үлкен кісі болсын, мейлі бала болсын, дені сау. Осы 4 қағида ғана
жақсы сақталған кезде еш уақытта вакцинадан кейін асқынулар болмауы Енді жаңа сіз айтып отырсыз, вакцинаны салдыртуға келген ана мен бала көпшіліктің ортасы арқылы өтеді. Мәселен, сол жаңағы бөлмеге, процедуралы жасайтын бөлмеге. Енді бұл дегенің бала қорғанышсыз ғой бәрібір. Сондықтан жалпы вакцина жасалынатын бөлмені ма, болмаса тіптен бөлек ғимарат берілу керек па, сондай болу керек шығар. Әйтпесе ешкім кепіл бере алмайды ғой баланың вакцинаны қабылдағаннан кейін бірдеңені жұқтырып алмасына. Кім кепіл береді? енді қазіргі Мүмкін есігі бөлек болу керек шығар. Мүмкін ғимараттың сыртқы жағынан білмеймін ғой, бірақ көпшілік сау адам бармайды ғой емханаға, солай емес пе? Енді біздер жұмыс бастаған кезде 70-ші жылдың аяқ жағына жұмыс бастадық. Сол кездерде орталық балалар емханасы болды. Ол кезде жаңағы тек дені сау балаларға деген күндер болатын еді. Сол кездерде олар егу жұмыстарына келеді, жаңағыдай проб прием дейміз, өлшенуге, нетуге келеді. Ондай кездерде ауырған бала келсе төменгі фильтрден өтіп үйіне қайтарылады. Енді қазір денсаулық сақтаудың қанша реформасы бар, өзгеріп жатыр, не батып жатыр, енді соның бәрі әсер етіп отқан шығар деп те ойлаймын. Енді ондай мүмкіндік жоқ. Одан кейін қанша АПТК деген өзгеріс болды, СВА деген болды, енді қазір БОП болып жатыр. ОП болып жатыр. АПТК деген акушерский педиатрический терапевтический комплекс болып әуелі кезде құрылдық 95-96 жылдары. Одан кейін СВА болдық, семейный врачебный амбулатория деген. Одан кейін енді врачебный общий практика деген қазір БОП болып жатырмыз, отбасылық. Енді ол кезде біздің енді реформаға байланысты медицинаның бір дәрігер нөлден бастап үлкен кісіге дейін қарау керек, бір семьяда деген сөз. Келген бала болсын, сол аймаққа байланысты көрінеді деген сөз. Енді осы нәрсені біз бұған дейінгі хабарларда да талқыға салдық. Бір дәрігердің, енді ол мысалға неонатологтан басталады, баланың дәрігері. Анау перзентхананың ішінде жаңа туған баланы қарайды үйіне шыққанша. Ол үйіне келгеннен кейін бір жасқа дейінгі, бір жас 5-6, неше жасқа дейін педиатр қарайды? 14 жасқа дейін бе? 14 жасқа дейін педиатр қарайды. Тіптен сол 14 жасты қарайтын педиатр бір жасқа дейінгі баланы дұрыс қарай алмауы да мүмкін мысалға. Мәселенде енді ол қалай педиатр емес адам баланы қарауы мүмкін. Оның физиологиясы да басқа баланың мәселен. Осы нәрсенің барлығы бүгінгі күні біздің осы медицина саласындағы сапаның болмауына, жаңағыдай вакцинадан өткен балдардың ауырып қалуына ең бас әсер болып отырған осы сияқты. Жаңа сіздің айтып кеткен сұрағыңызға қосып кеткім келіп отыр, арнайы бөлек есік ашу керек шығар деп. Жаңа Бекзат Малина да айтты, прививкалар, жаңа алдын ала екпелер бұл жалпы общий процедурный кабинетте жүргізілмейді. Бұған арнайы егу бөлмесі қарастырылған. Поликлиникаларда залалсыздандыру тәртібі неғылады. Жету үшін жаңа айтып кетті, 100 адамның ортасымен барады ғой. Әр емхананың алдында аяжан регистраторы тұрады. Температурищи больной болатын болса, дене қызуы көтерілген, әлсіздене ауруға шағымданып тұрған науқастар болатын болса, фильтр кабинетінен обязательно өткізеді. Басқа соматический аурулар ол қауіп тундырмайды, ол ауа арқылы жұғатын ауру емес қой. Бізге қауіп төндіретін, жаңа айтып кеттім, ауа арқылы, тамшы арқылы жұғатын аурулар. Біз содан сақ болу керекпіз. Поликлиника тарапынан ол ешкім ауырмайды. Ол тамшы арқылы бұл жерге де тағы да қосып кетейін. Тұмаумен демекші көп халық арасында тағы да түсініспеушілік орын алады. Тұмаудан өзге біздің облыста тұмау емес вирустардың көп көрсеткіші бар. Мысалы, биыл үстіміздегі жылдың эпидмаусымын алатын болсақ, яғни 1 қазан айынан бастап 1 желтоқсанға дейін облыс бойынша 179 сынама тексерілді. Яғни жаңағы ауруға шағымданып келген, жаңа фильтр кабинетінен өткен науқастардан сынама алынады, мұрын қуысынан жұғынды. Сол тексергенде бізде бүгінгі таңда 10 тұмау нақтыланды, қалған 23 жағдайда тұмау емес вирустары нақтыланып отыр. Яғни халық арасында жаңағы бәрінің клиникасы бірдей. Дене қызуы көтеріледі, жалпы әлсіздік, бұлшық еттерінің ауруы, жаңағы мұрынның бітелуі деген сияқты белгілер бәрі ортақ. Көп жағдайда салқын тиіп неғып жатса, жедел респираторлы вирусты инфекция бола тұра
халық арасында тұмау болып ауырдым деп дұрыс не қылмайды, диагноз қойылмайды. Бұл жерде нақтылап айту керек. Тағы да екпелер, тұмау дегенге қосқым келіп отқаны Қазақстан Республикасының денсаулық үкіметінің 2295 қаулыға сәйкес осы ұлттық алдын ала егу кестесі бар, бекітілген. Ол кестеде 11 жұқпаға қарсы республикалық бюджеттен қаржыланады вакцина сатып алуға, 4 жұқпаға қарсы жергілікті бюджет. Оның ішінде аса маңызы осы тұмау мен вирусты гепатит ауруына қарсы. Тұмау ауруына қарсы екпелер жүргіземіз. Біз өзінің тиісті контингенттері бар, жаңа қаулымен, приказбен, бұйрықпен бекітілген. Сол екпелер жүргізгеннен кейін тағы да азаматтар айтуы мүмкін, біз прививка алдық, тұмауға қарсы біз неге ауырамыз деп. Бұл жерде жаңағыда айтып кеттім, тұмау емес вируста, жедел респираторлы вирусының түрімен ауыруы мүмкін. Біздің вакциналарымыз жаңа тұмауға қарсы 3 штамға қарсы төтеп бере алатын иммунитет қалыптастырады. Яғни А типіне, оның ішінде 2 подтипі бар. H1, N3, H2, N1 тип және Б типіне. Осы 3 вирусқа ғана. Бұлар неге үшеу ғана не қылған десе, осы 3 вирусыны өте ауыр түрде өтеді. Сондықтан осыларға қарсы біз құрамына, біз емес, енді өндіруші осы 3 типін енгізіп, қарсы тұра алатындай қылып вакцина өндіріп шығарылады. Ол жыл сайын өткізеді. Біз осы зерттеулер жүргізудің бірінші нәтижесі себебі осы қоршадағы, ортадағы вирустың түрін анықтау үшін. Өндіруші ел сол сынамаларға сүйеніп, қандай вирус циркуляцияда көп жүр, соған қарсы иммунитет вакциналар, жаңа вакциналардың түрін шығарып отырады. Дұрыс қой, енді бұл жерде мәселе, жаңағы осы мәселе негізі шешу керек сияқты. 1 жасқа дейінгі балаларды оқшаулап қарау. Сіз қанша вирусты гриптердің түрін айтып отырсыз мысалға да, олардың барлығы емхананың ішінде өріп жүр, ол 100% деп айта аламын мен. Өйткені сау адам бармайды. Жөтелсе де, түшкірсе де, әйтеуір сол адамның бойындағы вирус бола ма, микроб бола ма, соны ана өзінің егілетін кабинетіне барғанша ана да жұтады оны, бала да жұтады. Негізі сол кеңестер тұсындағы осы балаларға, 1 жасқа дейінгі балаларға арналған медициналық көмекпенен, медициналық осмотр ма, қарау ма, оның барлығы, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, сау балалардың күні белгіленіп, сол күні өткізілетін еді. Негізі осы нәрсені жолға қою керек сияқты. Өйткені біз, мысалы дәрігерлер де, үкімет те, жалпы кез келген адамның оның ішінде баланың денсаулығына қауіп төндіруге құқысы жоқ. Қазір бала қорғанышсыз, өткені көпшіліктің ортасы арқылы өтеді. Бұл нәрсе енді ашық күйінде қалып отыр. Негізі эпидемиолог дәрігер ретінде сіз де өз ретіңізде өзіңіздің атыңыздан тіптен жоғары басшылыққа ұсыныс жасауыңызға болады. Мәйлі Қазақстан бойынша болмай қойсын, біздің облыста осы нәрсе жолға қойылсын. 1 жасқа дейінгі балаларды оқшаулап емдеу. Балалар бөлімінің есігін бөлек шығару. Енді осы нәрсені айтқым келген тоны. Енді тағы бір үлкен мәселе, осы вакцинаның барлығы шетелде әзірленеді, дайындалады. Сосын бізде мынандай нәрсе бар. Қазақстан Республикасы заңы бойынша тендер өткізіледі, және сол заң бойынша тендерде ең арзан баға берген өндіруші жеңіп шығады. Солай емес пе? Ал ең арзан деген сөз арзанның сорпасы татымайды. Мәселен, қаншама сапасы жоғары вакцина менен түсетін елдер бар ғой. Соның үшін ең арзанын алуымыз мүмкін біз. Оның сапасына кім жауап береді? Осы мәселеде бұл жөнінде мен айтатыным, жалпы вакцинамен жоспарлау, сатып алу барлық денсаулық сақтау министрлігінің құзыретіне кіреді, яғни біздің жергілікті облыс денсаулық сақтау басқармасына. Жаңа айтып кеттім, жоғарыда 13 жұқпаға қарсы республикалық бюджеттен қаржыланады деп, барлық орталықтандырылған түрде өздері сатып алады, бізге біздің жоспарымызға сәйкес жолдап отырады. Вакцинаның арзан деп те айта алмайын, мысалы бүгінгі таңда комбинированный дейді ғой, құрамалас дейді ма, вакциналар өндіріп шығарып жатыр. Яғни бір ине шаншуымен біз 5, 3, немесе 4 жұқпаға қарсы иммунитет қалыптастыратындай вакцинаны пайдаланып отыр. Бір вакцинамыз, мысалы гекса вакцинамыздың құны 15 мыңнан аса теңге тұрады. Ол арзанға жатпайды. Біріншіден. Екіншіден, ол вакцина өндіріп шығатын кезде өндіруші ел оның қауіпсіздігіне, тиімділігіне, зиянсыздығына әртүрлі клиникалық бақылаудан өткізіледі. Сонымен қатар өндіріп шығарғаннан кейін ол партияны тексереді.
партиядан ол тексеріліп болғаннан кейін әр ел өзінің еліне тексеру ұйымдастырып, рұқсат алғаннан кейін барып, жалпы вакцинаның шығарып не қылатын кезде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тексеруінен өтіп, лицензиясын алып, сондай ғана вакцинаны пайдаланамыз біз. Жаңағы айтып кеттім, өндіруші әр ел тағы да үшінші тексеруден өткізеді. Барлық жағдайдан тексеруден өткізілгеннен кейін барып, оң нәтиже алғаннан кейін барып, олар жаңағы айналымға жіберіледі. Екпе жүргізуге рұқсат алып отырады. Раушан Манатқызы, енді сіз практик дәрігерсіз ғой, тәжірибеңізде қандай екпелер болды? Тәжірибемізде жалпы балалардың ағзасын қабылдауы қалай? Осы уақытқа дейін де поликлиникаларда, барлық емханаларда педиатр терапия бөлек болды. Енді қазір Бизат Малиевна айтып кеткенде жалпы тәжірибелік дәрігерміз. Ол жалпы тәжірибелік дәрігер арнайы оқытылып, бізді сертификаттап барып отырғызды. Оны қазір дәрігерлерге қабылдауға келгенде, ол дәрігерлік қабылдаудан қаралып, көрініп барып, балаға біз рұқсат береміз. Дәрігердің рұқсатынсыз ол 1 жасқа дейінгі балаға, яғни 5 жасқа дейінгі балаларға алынатын алдын ала екпелерді дәрігердің рұқсатынсыз егу бөлмесіндегі аяжан оны сала алмайды. Екіншіден де ол ата-ананың рұқсатынсыз да сала алмаймыз. Арнайы бізде арнайы қағаз рұқсатымен қол қойылады, түсіндіріледі, қандай вакцинада, мысалы біз перзентханада салынатын өзінің 2 вакцинасы бар, алғашқы 12 сағатында және 3 күннің ішінде. Одан перзентханадан шыққаннан кейін бізде 2 айлығында, 3 айлығында, 4 айлығында келеді, яғни 1 жасында келеді. Соның барлығын сақтай отырып, арасын үзбей егуді алу керек. Мысалы ата-аналардың өзінің әрбір ата-ана өзінің баласына жауапты, яғни соған да байланысты біздің барлық осы жұқпалы аурулардың ол жиі кездесетін жұқпалы аурулар емес, ол сирек кездесетін жұқпалы аурулар. Кім кепіл ол алдын ала прививканы алмаса, бізде ол аурумен жұқтырып, ауырып қалмауы. Сондықтан бізде көбінесе емханаларда алдын ала екпелерден отказ, яғни жасап отырғандар, қарсы болып отырғандар көбінесе діни ағымдағылар. Жартысы көбінесе. Ал кейбір жартысы енді көзі ашық адамдарымыз да бар, мысалы қарсы болып атқан. Ал олардың түсініктері бойынша олар біз ақпарат құралдарынан алдық дейді. Теледидардан алдық дейді, интернеттен алдық дейді. Ал интернеттің ішіне қарап отырсақ, оның ішінде Қазақстан Республикасына қатысты осындай дәлелмен, яғни алдын ала екпеден сал болып қалды деген мен баланы ондай көрген емеспін. Интернеттен мысалы көбінесе шетелдіктің мысалы дәрігерлер жүреді, интернеттің ішінде көбінесе жақын мемлекеттердікі жүреді. Мысалы біздің именно Қазақстан Республикасына қатысты ешқандай мәлімет ол жерде жазылмаған. Интернеттің ішіне мысалы кез келген адам ақпарат сала беруге болады, оның құқысы бар. Соған байланысты бізде екі жақты түсініктер болады. Соны мысалы бізде деген егу бөлмесіне дейін дәрігерлік қабылдауда болып болғаннан кейін барып, арнайы егу бөлмесінде бізде неше жылғы мысалы тәжірибесі бар мейірбике отыр. Мысалы оның деген жыл сайынғы өзінің осы тұтынушылар қоғамда бас мамандарының арнайы аттестациясынан өтіп жылына өзінің рұқсат қағазымен өзінің екпелік, өзінің тәжірибесіне байланысты оны қай жерге салу керек екен, ол егу бөлмесіндегі мейірбике, ол тәжірибеден өткен мейірбике. Бізде манту прививкасы кабинеті ол бөлек болады, ол бізде аптасына 1 күнге ғана шақырылады. Мысалы мантудан да отказ жасап отырған ата-аналарды кездесеміз. Манту деген ол мысалы ол температура беріп, немесе ол мазасыздық болмайды. Біз мысалы 15 жасқа дейін біз мысалы баланы рентгенге түсіре бермейміз ғой. Біз ересектер мысалы жылына 1 рет флюорға түсу керек. Ал 15 жасқа дейінгі баланы біз мысалы жиі ауыратын бала кіреді, оның құрамында диспансерлық есепте тұратын балдардың барлығы ол манту сынамасын алу керек. Яғни манту сынамасы ол біз жылына ересектерге өткізетінде флюорамыз сияқты болады. Егер контактіде болатын болса, жиі ауыратын балдар болса, яғни ол мантуды міндетті түрде біз арнайы оқытылған мейірбике арқылы жүргізуіміз керек. Енді ол алдын ала егуден кейін айтып кетті бас маман, яғни Бизат Малиевна, ол жергілікті реакциялар ол әр балада болады. Біз мысалы оны қарап, тыңдап, анамнезін жинап, қарсы көрсеткіш болса біз ешқашан оны салмаймыз. Мысалы 1 айлығында бала перзентханадан шыққаннан кейін невропатологтан, хирургтан өту керек. Егер де неврологиялық бір ақаулары болатын болса, ол белгілі бір уақытқа, мысалы уақытша медициналық шегініс болады. Ол медициналық шегініске қарап отырып біз оны салмаймыз. Кейбір балдарға ұзақ медициналық шегініс болады. Мысалы туылғаннан ДЦП болып, туылғаннан даму ақауымен туылған балдарға біз мысалы түрлі прививкаларды сала алмаймыз.
Сондықтан да невропатологта мысалы бір айында барғаннан кейін алғашқы диагнозы қойылып жатылса, ол мысалы кез келген балдар ол неврологиялық ақауларымен туылатын балалардың бәріне біз медотвод қылмаймыз. Невропатолог өзі медициналық шегініс белгілі бір уақытқа береді. Сол уақытта ол арасында барып, қайтадан қаралып, оның рұқсатымен барып біз салынамыз. Жалпы тәжірибе. Мысалға сарғыш болып туатын балалар бар. Сарғыш болып туатын балалар ол перзентханадан мысалы билирубинді мысалы перзентханадан алады. Ол мысалы билирубинді алған кезде 3 күн, 4 күннің ішінде ол перзентханада билирубин түспесе, ол перзентханадан әрі қарай нәрестелер бөліміне ауыстырылады. Ол нәрестелер бөлімінде емін алып шыққаннан кейін әрі қарайғы аймақтық дәрігерге беріледі. Ол аймақтық дәрігер оның мысалы неден облыстық балалар ауруханасынан шыққаннан кейін олар бізге ұсыныстар береді. Ол ұсыныстың ішінде не жазылды? Биохимиялық анализін алып отыруымыз керек біз. Сол биохимиялық анализінің деңгейі өзінің қалыпты деңгейіне түспегенше дейін біз ешқандай да оған прививканы сала алмаймыз. Біз мысалы егер де ауыр науқастар болатын болса, біз Надамуда да мысалы барып оны невропатологта апарып көрсетеміз. Одан кейін сарғыштығы түсіп, билирубин деңгейі қалыпты деңгейге түспейінше біз ондай алдын ала егулерді сала Және алмаймыз. отбасында вируспен ауырған адам жақын маңда болмау керек қой. Оны қалай анықтайсыздар? Вакцинаға байланысты, мысалы вакцина егілуге байланысты бізде қарсы көрсетілімдер бар. Мынау жаңа тірі вакциналар деп айттық қой, соған қарсы біздерде өзінің 4 вообще мүлдем болмайтын, мынау онкологический ауыратын балдар, гематология, лейкозный балдар мысалы. Содан кейін аитв жұқпасының клиникалық симптомдары болғандар. Содан кейін иммунитеті өте жаңағыда тұрақты жетіспеушілік болады балдарда. Сондай кезде біз міндетті түрде вообще салмаймыз ондай жағдайда. Сосын екіқабат кезде салмаймыз жүктілікті. Осы тұрақты мүнде болмайтын жағдайлар. Егер вакцинаға бір температура болады, енді мысалы статистика бойынша миллионның біреуі не болуы мүмкін, асқыны болуы мүмкін да. Онда енді кездескен жағдайда міндетті түрде ол вакцинаны арман қарай қолдануға болмайды. Жаңағы айтқандай, енді мысалы әр вакцинаны біз салатын кезде қазіргі соңғы 190 деген бұйрығымыз бар. Соған байланысты бізде жазбаша келісімін алу керек болды. Соған байланысты қазір ата-аналарда тағы да өйткені медицина қызметкерлері өзінің жауаптылығын бізге артып отыр деген сияқты бір қолайсыз пікірлер ұйымдасқан. Сондықтан да ол өйткені осы заманның талабына байланысты. Кез келген ауру адам больницаға түскен кезде ауруханаға, ол егер инъекция жасарда автоматически түрде олан рұқсат алады қағаз түрінде. Бұл да екпе де сол сияқты. Жазбаша түрде ата-ананың рұқсатын аламыз. Жалпы енді табиғатынан адам туа салысыменен 1 жасқа дейін табиғи иммунитеті қалыптасу керек. Мысалға, 1 жасқа дейін өзі Алланың өзінің берген денесіне, адамның ағзасына берген құбылыстары бар ғой. Иммунный жүйесі адамның 1 жасқа дейін қалыптасады екен. Осы нәрсені, табиғи нәрсені қолдан бұзып отырған жоқпыз ба, адамзат? Енді бұл салада неге 1 жастан кейін салынбайды осы нәрсенің барлығы? Бұл салада енді қанша эпидемиологтар, иммунологтар Қазақстан бойынша, бүкіл әлем бойынша жұмыс істеп отыр ғой. Сондықтан да енді мысалы қызылша, қызамық, паротит ауруларына біз балдарды 1 жаста саламыз. Соған дейін оларда туа бітті иммунитеті болады. Сондықтан оларды біз 1 жасқа толғанда саламыз. Содан кейін мектеп алдында саламыз, 6 жасқа толғанда. Ол как раз 1 жастан кейін оның тағы да салатын уақыты келеді деген сөз. Сол 2 рет салынған, сол баланың жаңағы сол қызылшаға, қызамыққа, паротитке қарсы иммунитеті бар, тұрақты деп есептейміз. Енді мынау қалған вакциналар, мынау АБКТ дейміз, қазір гекса деп жатырмыз, пентаксим деп жатырмыз. Олардан 2 айдан бастап саламыз. 2 айдан бастап, сондықтан да оларда оған қарсы организмде иммунитет болмауы мүмкін. Сондықтан да оларды сол возрасттан бастап, несінен бастап салу. Енді сәби дүниеге келді, нәресте. Неден басталды? Қандай вакцинадан басталады? Не салады? Сәби дүниеге келгеннен бастап, алғашқы 12 сағатында вирусты гепатит Б-ға қарсы саламыз. Содан кейін барып 2 айында саламыз, және 3 айында саламыз. Тағы біреу бар ғой, перзентханада саламыз. 4 күнде туберкулезге қарсы саламыз. 0-4 күн аралығында. 0-4 күн аралығында. Содан кейін барып
екінші рет БСЖ-ны туберкулезге қарсы 6 жасында мектепке барған кезде 1 классында саламыз. Тек манту сынамасы теріс болған кезде. Манту сынамасына да қазір көп жаңағы қарсы білдіретін ата-аналар көп. Өткенде осы 1 сентябрь айы басталғанда біз манту сынамасын жүргіземіз міндетті түрде. Сол БСЖ-ға іріктеу үшін, БСЖ салу үшін, туберкулезге қарсы вакцина салу үшін. Сондайда көп ата-аналар қарсы. Өйткені ол туберкулез ол сынама, ол вакцина емес. Ол туберкулездің алдын алу үшін, туберкулез аурусын анықтау, ерте анықтау үшін, алдын емес, ерте анықтау үшін, жұқтырғандық белгіні ерте білу үшін сол үшін саламыз туберкулезді. Сондықтан енді әрбір ата-ана өзінің баласына жауапты деп ойлаймын. Біз енді қанша қарсы көрсетілім болған бізде жұмыс істеп жатырмыз, түсіндіреміз. Мысалы, сіз байқасаңыз, соңғы кезде 3-4 жыл бойында бізде вирусты гепатит А тіркелген жоқ. Оны мына облыстың мысал ретінде қосып жіберсем, егер тек қана вирус гепатит мысалы вакцина сіз айтып жатсыз ғой, неге егеміз, не үшін қажет, сол қажет па деп жатсыз. 60 жылдың бұрынғы историяға кірмей ақ қояйын, соңғы 10 жылда алатын болсақ, мына вирус гепатит А Шел ауданымызда бір ауданның өзінде вирусты гепатит ауруының 2000 жағдай тіркелген болатын. 2000 жылы. Біз 2002 жылдан бастап осы жергілікті бюджеттен вакцина бөлінді. Вакцинаның жалпы бағасы қымбаттау болуына байланысты бөлінген ақшамыз барлық балдарды егуге жеткен жоқ. Тек қана біз ауру ошағында қарым-қатынаста болған 14 жасқа дейінгі балаларды ғана іріктеп ектік. 2011 жылы біздің бюджетіміз 4 есе көбейіп, біз деген жоспарлы түрде 2 жастағы балаларға, жалпы 2 жастағы балалардың бәріне 2 турмен вакцина жүргізе бастадық. Нәтижесі, міне 15 жылдың қорытындысымен жалпы облыс бойынша, бір районда айтпайын, облыс бойынша 4-ақ вирусты гепатит ауруы тіркелді. Міне нәтиже көрсетіп тұр. Статистикаға сүйенсек, 2000 жылы қандай 2000-дап жағдай тіркелсе, 2015 жылы 5 жағдай деген. Бұның өзі осы вакцинаның арқасында. Енді хабарымыз өзі жақындап қалды, соңына бір ауыз ата-аналарға арнап өздеріңіздің ойларыңызды айтыңыздар. Ата-ананың қорқынышын сейілтейік вакцина алдындағы. Егілетін кезде әрбір ата-ана тек қана дені сау бала, дені сау кезде ғана ектіру керек. Сол кездерде ол ешқандай жаңағыдай ауырмайды. Егер балада созылмалы ауру есепте тұрса, ол кезде жаңағы қозу кезінде емес, біз қайту ремиссия кезінде егеміз, сондай моменттерді пайдаланамыз егілге. Сондықтан да әрбір жұқпа осы біздің өзіміздің ұлттық кестеге байланысты Қазақстан Республикасы міндетті түрде егілу керек. Енді өзіміз медициналық қызметкеріміз дәрігер бола тұрада да өзіміздің балдарымызға да салып жатырмыз. Ол не үшін? Баламызды қорғау үшін. Осындай аса қауіпті жұқпалы аурулардан. Өзімде балам бар, оған да салдырып отырмын. Сол сияқты ата-аналарға да мен кез келген ақпарат құралдарына неге сүйене отырып, жалған ақпаратқа сене берудің қажеті жоқ. Ол барлығы да дәрігерлік бақылаудан өтеді, дәрігерлік кеңесімен өтеді. Алдын ала мысалы тек қана біз осы алдын ала екпелерді 100%-ға жүргізу үшін тек қана ата-аналардың арасында біз түсіндірме жұмысымен отырмыз. Шынына келгенде дәрігерлер. Сондықтан да ата-аналарға айтар сөзім тек қана жалған ақпаратқа сене берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді коллективный иммунитет дейді ғой, иммунитет қалыптастыру үшін ауруға төтеп бере алатын біз халқымыздың егілуге тиісті азаматтардың 95%-ын қамту керекпіз. 5% бізге беріледі жаңағы медициналық шегіністерге, уақытша кетіп қалған, әртүрлі себептерге рұқсат беріледі. 5%-дің рұқсат емес, енді келісім сондай болады. Ендігі мен айтқым келгені осы жаңа қарсылық білдіргендердің саны көбейе берсе, осы иммунитет жойылады. Соны жоймау үшін, керісінше иммунитет несін күшін қалыптастыру үшін біз бірге жұмыс істейік, бірге ата-аналар балдарын қорғап, бірге екпелерін алса. Тағы да қосқым кеткені бүгінгі таңда қазір жалпы азаматтарымыздың тұрғылықты несі жақсарып жатыр. Көшіп келіп жатыр, ауданнан қалаға көшіп жатыр, қаладан жоғарғы басқа елдерге неғып жатыр. Бұл жерде айтқым кеткені, мен тіркеусізде едім, менің поликлиникаға әлі барған жоқпын деген неден не қылмай, ол себеп болмайды. Себеп қылмай, кедергі қылмай, жергілікті осы жақын орналасқан емханаларға барып, ешкім олар барып прививкамды алайын деп едім, осы қандай ақпарат алсам деп едім деп егер не қылып білдірсе,
ешқандай оларға қарсылық білдірмейді. Сіздің біздің аймаққа жатпайсыз деп қарсы андай қақпайды, қолынан қақпайды. Айтып тұрмын, жаңағы егер жаңа қонысқа қонып жатса, жақын орналасқан емханаға барып, мен өйстіп көшіп келіп едім, сіздерден тіркеліп, прививкамды алайын деп едім десе, біз тек қана қуанамыз. Сондай азаматтар арамызда көп болса. Құрметті қонақтар, уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі тақырыптың мәнін ашуға атсалысқандарыңызға рахмет айтамыз. Ләйімді осы кішкентай бөбектеріміздің дендері сау болсын, дені сау ұрпақтың болашағы жарқын болсын. Амандықта жүздесейік. Ардақты ағайын, осы жерде біз хабарымызды тәмамдаймыз. Бағдарламаны шығармашылық өздеріңізбенен келесі жұмаға дейін қоштасады. Сау саламатта болыңыздар.